Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 76-шы сабақ заттың қимылын білдіретін сөздер тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бірінші жаттығу: рөлге бөліп оқы. Жау, жау, жаңбыр. Түнерген бұлт сұрланып, құйды селді себелеп, жел қосылып долданып, болды нөсері керемет. Жау, жау, жаңбыр, жау, жаңбыр, жау егіннің көгөссін, сұлудай бұраңқырақты, айдын шалқар көл өссін. Балалар, өлеңнің авторы Бейімбет Майлин. Өлеңдегі нөсер деген сөз қатты жауатын өткінші жаңбырды атаймыз. Олай болса балалар, осы өлеңге байланысты бізге сұрақтар берілген екен, сол сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: жаңбыр жауарда ауа райы қалай өзгереді? Балалар, естеріңізге түсіріңіздерші, жаңбыр жауарда ауа райы қандай болады? Иә, дұрыс айтасыздар. Күн бұзылады, бұлттанады, аздап жел тұрады, одан соң барып жаңбыр жауады, иә? Ал кей кездерде күн ашық болып тұрып, ал кей кезде күн бұлттанбай-ақ жаңбыр жауа салады, иә? Ондай жаңбырды біз балалар өткінші жаңбыр деп атаймыз, иә? Ал күні кешке дейін тоқтамай үздіксіз жауатын жаңбырларды біз ақ жауын деп атайды екенбіз, иә? Екінші сұрақ: жаңбырдың пайдасы бар. Қандай пайдасы бар дейді? Балалар, жаңбырдың пайдасы өте көп, иә? Жаңбырдан соң айнала тазарады, шөптер, ағаштар, гүлдер бәрі шөлдерін қандырады, иә? Осы жаңбырдың арқасында егін шығып, елде тоқшылық болады, иә балалар? Мінекей, жаңбыр өте бізге көп пайдасын тигізеді екен. Олай болса балалар, екінші жаттығуға назар аударыңыздар. Мәтінді қатесін түзеп жаз дейді. Бұлт ортасынан ыдырады, ауа райы бұзылды, күн көзі бұлтқа енді, жаңбыр жауды. Балалар, бірінші сөйлемде бұлт деген сөзде әріпі болмайды, иә? Екінші сөйлемде ауа райы бұзылды, бұл жер дұрыс. Үшінші сөйлемде күн көзі бұлтқа енді. Көзі деген сөзде г жазып қойған, бұл жерде к болу керек, иә? Ал төртінші сөйлемде жаңбыр сөзінде м жазып қойған, ол жерде ың әріпі болуы керек, иә? Мінекей, осындай қателерді түзеп біз жазып қойдық. Енді қимылды білдіретін сөздерді тап дейді. Бұл жерде қимылды білдіретін сөз бірінші сөйлемде ыдырады, не істеді деген сұраққа жауап береді. Ыдырады деген сөз, иә? Ауа райы бұзылды, не істеді? Бұзылды. Ауа райы екінші сөйлемде бұзылды деген сөз қимылды білдіреді. Үшінші сөйлемде бұлтқа енді, енді деген кірді деген сөздің орнында қолданып тұр. Сондықтан да не істеді деген сұраққа жауап беріп, іс қимылды білдіреді, иә? Жаңбыр жауды. Жаңбыр жауды болған кезде жауды не істеді деген сұраққа жауап береді. Яғни жауды деген сөз іс қимылды білдіріп тұр. Үшінші жаттығу: берілген сызба бойынша сөйлем құра. Балалар, мінекей, оқушылар сабаққа келді, мұғалім сыныпқа кірді деп біз екі сөйлем құрап жаздық. Сіздер өздеріңіздің нұсқаларыңыз бойынша сөйлем құрап жазсаңыздар болады. Олай болса балалар, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Каналға тіркелмеген болсаңыз, Зерек бала 2 каналына тіркеліп, колокольчик басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау, саламатта болыңыздар.